қонақтар, әріптестер және кішкентай достар. Бүгін біздің барлығымыз үшін ерекше мереке, республика күні мерекесін атап өтпекшіміз. Бұл күн біздің сүйікті отанымыздың еркіндігі мен бірлігінің белгісі. Біздің балаларымыз осы елдің болашағы, бейбіт өмірдің ұрпағы. Ендеше осы мерекені жақсылап қарсы алайық. Көк туым көтерілді бағым жанып, ел таңбам күллі әлемге танылданып. Шырқады ән ұранды бар дауыспен, арманым, ата заңым қабылданды деп, ертеңгілігімізді ән ұранмен бастаймыз. Балалар, бүгін біздің балабақшада ерекше күн. Ал сендер ертегі тыңдаған жақсы көресіңдер ма? Ендеше бүгін мен сендерге жай ертегі емес, күн мен қыран туралы ерекше ертегі айтып беретін боламын. Онда маған барлықтарың зер салып, мұқият тыңдап отырыңдар, иә? Ертегінің аты мейірім сәулесін іздеген күн мен қыран деп аталады екен. Бұл ертегіде достық, сүйіспеншілік туралы сыр бар екен. Ендеше бастаймыз. Ертеде еліміздің көгінде күн мен қыран өмір сүріпті. Күн нұрын төгіп, жер бетіне жылу сыйласа, қыран көкте самғап, аспанда күзетіпті. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің барған сайын күн шуақтарым әлсіреп барады. Кеше көгімде бұлт торлап, жер бетіне нұрымда шашалмай қалдым. Я, дұрыс айтасың, күн. Мен де төменге қарасам, адамдардың ұрсысып, ренжулі күйде жүргенін байқадым. Жер бетінде ренжісу мен ұрсу, қақтығысу өте көбейіп бара жатыр. Олай өте бізге қатты әсер етіп жатыр. Адамдардың әлсіреп, көңілсіз болып, жан-жақтың барлығы бейберекетсіз болғаны өте қатты көңіл күйімізді түсіріп жатыр біздің балалар. Сәлеметсіңдер ме, қыран, құс, күн. Біздің балақайлар сіздерді көріп қатты қуанып қалған еді. Бірақ сіздердің көңіл күйлеріңіз болмай тұр. Бірақ қазір біз олардың кішкентай жүректері сендерге қалай көмектессем екен деп, немен жәрдемдессем екен деп қатты уайымдап қалды. Біз қалай көмектесе аламыз? Сондықтан да балалар, сендерге көмек сұрап келдік. Сендер өте кішкентай болғандарыңмен, сендердің жүректерің үлкен мейірімге толы. Сендер бізге күннің сәулесін қайтаруға, қайтадан жан-жаққа шуағын шашуына көмектесесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, кішкентай достар. Мейірім сәулесін табу үшін, бұл достарымызға жылуымызды сыйлауымыз үшін біз өзіміздің жылуымызды, қуатымызды беруіміз керек. Ендеше біз барлығымыз өлең тақпақтарын айтып берсе қалай қарайсыңдар? Әнұранды шақырар бірікке, егемен халқының болашағы бірікке. Алмайтын қуаты, жүрегімсің Қазақстан, мәңгі соғып тұратын жүрегімсің Қазақстан. Астанаға қара сенің жас қауат неткенің неткенген қалағың дауасы. Ер таңбасы елімдің, жеткен айбар әдемі, тұнығынды көңілдің, ұстада аспан әдемі. Ой балалар, сендердің көмектерің тиіп жатыр маған. Менің нұрларым нұрланып, шуақтарым пайда бола бастады. Үлкен рахмет. Күн досым, сен дұрыс айтасың. Біздің балаларымыздың жүрегінен шыққан мейірім сізге шуақтарыңызды қайтарып беретіні сөзсіз. Ендеше біздің кішкентай ғана құстарымыздың орындауында ерекше биімізді қабыл алыңыз. Одан да мейірім шуағы шашылады.
өнерлерің мені қайтадан жарқыратып, аспанға қуаныш сыйлай бастадым балалар. Ой, бәрекелді балалар, қандай керемет. Қараңдаршы, айналаның бәрі жап-жарық болып, жып-жылы болып кетті, солай ма? Менің де қанаттарым қуаттанып, аспанға қалқып, ұшқым келіп кетті, биікке самғағым келіп кетті менің де балалар. Бірақ тағы да бір нәрсе жетіспей тұрған секілді балалар. Әрине, біз күн досымыздың жарқыраған түрін көргіміз келеді. Ол үшін мейірім шапағатын тағы да бергіміз келеді. Ендеше біздің балаларымыз күн досымызға арнап, әрқашан күн сөнбесін деген әсем ән орындап береді. Менің жүрегіме жылу сыйлауына бүлдіршіндер, менің шуақтарым қайта көкке жарық сыйлай бастады. Дұрыс айтасың, күн досым, қарашы, менің де қанаттарым қуаттанып, ұшқым кеп қалықтап жатырмын. Рахмет сендерге балалар. Я достар, біздің балалар сендердің кішкентай ғана жүректерінен шыққан мейірімдері біздің достарымызға көмегін тигізіп жатыр. Ендеше бір көңілді ойын ойнап, одан сайын қуантып қояйық. Солай ма балалар? Керемет балалар, ойын ойнайықшы, көңіл көтерейік. Мінеки, менің жүрегіме жылу сыйлап, айналаның барлығын нұрландырдым. Рахмет сендерге балақайлар, жер бетін барлығын қуанышқа сыйладым. Шынында да, күн досым, қарашы, балалар, айналаға қарайықшы. Қандай әдемі, шуақты, нұрлы болып кетті, солай емес пе? Менің де қанаттарым қуаттанып, енді тәуелсіз, бақыт пен шаттыққа толы елдің көгінде қалқып ұшқым келіпті. Менің жүрегімнің жылуы жер бетіндегі адамзаттың бір-біріне деген махаббаты мен отансүйгіштікке, татулыққа жетелейді. Барлығымыз тату болайық, болашағымыз Жарқын болсын! Достарымызбен қоштасайық, кәнеки, Қыран-құспен күн досымызды шығарып салайық. Кәнеки балалар, сау бол дейміз. Келесі кезекті біздің көңіл күйімізді одан ары көтеретін оркестрімізді тамашалауға шақырамыз. Бүгінгі біздің ертеңгілігіміз осымен сәтті аяқталды. Ертегіміз күн мен қыран еліміздің аспанында мәңгі бірге өмір сүріпті.
күн халқына нұрын сыйлап, қыран, еркіндік пен тәуелсіздікті қорғайды екен. Ал балалар сол нұр мен еркіндік астында осы өздерің сияқты кішкентай ғана балақандар бақытты өмір сүріп жатыр екен. Ең қызығы балалар, сол күннен бастап осы қыран құс пен күн екеуі біздің мемлекеттік рәміздеріміздің қатарына кірген екен. Осы ертегінің ең үлкен жемісі сендердің мейірімге, бірлікке, отанға деген сүйіспеншіліктеріңе байланысты. Ендеше бейбіт аспанымыз әрқашанда ашық болсын, туымыз аспанымызда тек қана желбіреп тұрсын, күніміз ешқашан сөнбесін.